Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге шашырап пісетін өте дәмді әрі тез дайын болатын палау рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің видеомды соңына дейін көрмес бұрын арнама тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Алдымен қазанымызға пісе майды құйып қатты қыздырып аламыз. Одан кейін үстіне осылай үлкен бөліктерге бөлінген етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Етті қатты қуырып болғаннан кейін үстіне ортасына бөлініп тұрған осылай пиязды қосып тағы да араластырамыз. Кейіннен сәбізімізді қосамыз. Сәбізі қатты үлкен емес, не кішкентай емес, осылай орташа етіп турап қосамыз. Майда болатын болса, қазір піскен кезде езіліп кетуі мүмкін. Одан кейін үстіне кішкене су құйып, бетін жауып тағы да пісіріп аламыз. Жай отта етімізді толық пісіріп алдық. Одан кейін осы палаудың өзінің приправаларын үстіне себеміз. Сонда өте дәмді болып шығады. Одан кейін үстіне су құйып, бетін жауып тағы да қайнатып аламыз. Үстіне дәміне қарай тұзымызды саламыз. Менде етім тұздалған болғандықтан кішкене ғана қостым. Одан кейін жақсылап тазаланған, жуылған күрішімізді үстіне салып шығамыз. Біздің суымыз осы күріштің бетінен бірде болып тұру керек. Менде су жетпей қалғандықтан кішкене үстіне тағы да қосып жібердім. Енді газдың асы қатты отта тұрады. Осы палауымызды кішкене пісіріп аламыз. 5 минуттан кейін қақпағын ашып, осы күрішіміздің бет жағын араластырып шығамыз да отты астын жай қойып, тағы да бетін жауып пісіреміз. Осылай палауымыз кішкене пісіп қалған кезде бет жағындағы күрішін араластырып, осылай видеодағыдай ортасына үйеміз және бетін жауып тағы да жай отта пісіреміз. Міне менің палауым осылай өте оңай дайын болды. Енді осылай араластырып, астындағы етін алып турап палауды ұсына берсеңіздер болады. Сіздер де осы ең оңай рецептпен жасап көріңіздер, міндетті түрде ұнайды деген сенімдемін. Егер менің видеом ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып мені қолдап кетіңіздер. Әлде көптеген рецепттер болады.